Мадридпен ойнайтын боламыз. Бұл жартылай финал Атлетико Мадридпен ойнаймыз. Статистиканы көрейік. Кубокқа 1/4 финалға 8 команда, ол Ювентус, Париж, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Милан, Түркістан, Севилья. Мен Түркістан үшін ойнаймын. Ал қазір мен Севильяны 3-1 қылып оттым. Атлетико Мадрид Миланды 4-2 қылып отты. Тоттенхэм мен Манчестер Юнайтед ойнап, Манчестер Юнайтед 1-0 қылып отты. Ал Ювентусты Париж ойнаған кезде Париж 1-0 қылып отты. Ал енді жартылай финал ол Париж бен Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид бен Түркістан. Енді ойынды бастаймыз, достар. Егер мен ұтылсам, онда 15 ойынның жеңімпаз болуға шансым бар. Ал онда жарайды. Атлетико Мадридтің ойыншысы қақпашы Ян Облак, қорғаушылар Луис, Годин, Савич, Хименес. Қорғаушылар орталық Лемар, Сал, Родри, Коке. Шабуылшылар Диего Коста, Антуан Гризман. Енді бұл ойын қиындау болатын сияқты. Ал ендеше достар, ойынды бастайық. Командам қақпашы Карсон, қорғаушылар Джорди Альба, Самюэл Юмтити, Брайт Комри. Орталық қорғаушылар До, Видал, Ракитич. Шабуылшылар Мельчиори, Вера, Прередн. Ал ойынды бастаймыз. Кеттік. Бұл енді бұда атсам, мен финалға шығамын. Ал финалда кубок болған мүмкіндігім бар. Достар, ойынды бастаймыз. Атлетико Мадридтің стадионы. Демек, біз Испаниядамыз. Ал кеттік. Бұл енді 5 жұлдызды толықтыға, меніңкі 2,5 жұлдыз ғана. Ойынды бастаймыз. Мен кәдімгідей ойнап жүре берсем, онда ешқандай қорқыныш жоқ. Бұлардың да алдау дриблинг бүкілі мықты. Сондықтан да жақсы ойнау керек. Міне Добәлі орда. Мен допқа иелік етуім тым аз деуге болады. Ракитич доп тартып алды. Вера, жақсы мүмкіндік қой, Вера. Жоқ, жетіп алмаса екен, білгенмін. Допқа жетіп алды. Ракитич тағы да тартып алды. Вера, тағы да шығар бұл жолы. Видал алда. Видал, және гол! Видал, еркек. Тамаша гол. Бүкіл қуанып жатыр, себебі біз финалға шығуға мүмкіндік алдық. Видал жаман емес. Қазір мен защитаға қояйын, себебі қос оқып кетуі мүмкін. Ал Видал, жарайсың. Қолымен құттықтаймын, және тағы да бір гол соғуға тілектеспін. Матчтың үздік ойыншысы атануға да. Вера, жоқ, тым жай. Олардың шабуыл болмау керек, тіпті. Көп шабуыл болады. Есеп теңестірмесе екен деп ойлаймын. Бұл жақта енді Альба бізді құтқарады. Сөзсіз. Себебі Альба мықты ойыншы. Онымен көп бағаға сатып алдым. Мельчиори ауытқасты ма? Жоқ, аспады. Допты ойыншылар ұстап қалды. Атлетико Мадридтің жақсы шабуыл ұйымдастырылған сияқты. Қазір біз финалға шыға алмай қалуымыз да мүмкін. Атлетико Мадрид. Не қылып Барселона емес, неге Реал Мадрид емес деп ойлаған шығарсыздар. Бұл жай ғана ойын. Шын өмірде болса ол басқаша болатын еді. Ал енді және жоқ, қорғаушыға тиді. Видал доп тартып алды. Жаман емес. Жоқ, пас беруде қате болған сияқты. Видал тағы да Вера енді алдай алады ма екен? Және бұл жақта Ян Облак көмектесті. Бұрыштама Видал. Қане бұл біздің шансымыз Видал. Және қалай бұл? Жақсы мүмкіндік келді ғой. Облак ұстады ма әлде?
Қорғаушылар көмектесті ме? Оны білмейміз, бірақ бірінші тайм бітті. Иә. Есеп 1-0. Атлетико Мадрид. Топқа келуге әрине қанда. Ал енді қазір кішкене жарнама. Ал матчты жалғастырамыз. Жалғыз голды Видал 18-ші минутта соқты. Уақытты да созу керек бір жағынан. Атуымыз керек қалайда болса, және Мельчиор Вера жоқ, жетпеді. Топ жетпеді. Менің командамның капитаны ол Ракитич. Ал бұл жақта Атлетико Мадридтің капитаны Годин. Тым қатты пас. Иә, Видалдың қатты пасы. Ойын басталды. Қане? Мельчиорға жақсы пас, кіргіз. Вера жоқ. Ол жақта да дұрыс кетпеді. Альба тағы да жоқ, то жете алмады. Енді топ тартып алу керек қалайда. Және жақсы мүмкіндік туы. Және тағы да қисық кетті. Бұл жақта соққыны мен ғана жасап жатқан сияқтымын. Атлетико Мадридтің соққылары көрмейді қақпаға. Бірақ дәл соққы жіберуі мүмкін. Және қане Мельчиор. Бұл 1-1 болуы мүмкін. Иә, 1-1. Қане Мельчиор. Және гол. Иә. Есеп 2-0. Болды, біз финалдамыз, достар. Есеп 2-0. Бір гол қазір Мадрид соғып кетсе, онда ештеңе етпейді. Бұл жақта Янолық та көмектесе алмады. Жарайды, достар. Ары қарай жалғастырамыз. Мен позициямызды шитаға қойдым. Сонда да гол соқтым. Жағымен емес, бұл маған көмек тиеді Мельчиор. Және болды, мен өзімді финалдамын деп ойлап жүрмін. Мен Парижбен немесе Манчестер Юнайтедпен көрсем финалда. Және Карсон тамаша. Топ Карсонда ойынға қосады. Мельчиор тағы да топтан айырылдық. Топқа елік етті 100% болса да мен таңғалмаймын. Себебі бұл команда топқа көп елік етіп жатыр. Вера бір қорғаушы. Және қадап өтті. Қане Вера 3-ші гол ғой мынау. 3-ші гол ғой. Және иә. Есеп 3-0 болды. Біз финалдамыз, достар. Түркістан командасы финалға шықты. Бұл жақсы жаңалық деуге де болады. Вера да гол соқты. Видал да, Мельчиор де. Иә, бүгін травма қойған сияқты. Родри. Уақыт бітті. Біз финалдамыз, достар. Финалдамыз. Ұтуға мүмкіндік көп. Қане біздің қарсыласымыз енді финалда кім болады екен? Көрейік. Матчтың үздік ойыншысы Орко Вера. Топқа елік ету 41-59. Атлетико Мадридте көп. Соққылар. Бір соққы жасап та, оны кім екенін білмедім. Біз 7 соққы, оның 5-еу дәл қақпаға келген, бірақ 3-еу қақпаға кірген. Бұрыштама біреуі. Дәл пастар, о менде не мас. Білмеймін не үшін екен. Ереже бұзылған жоқ. Сары карточка жоқ. Апсайд жоқ. Болдында жалғастырамыз. Манчестер Юнайтедпен. Бұл командамен мен басында ойнаған бір рет, бірақ ұтып қалғанмын 2-1 есебімен. Ол Парижді ұтып шықты. Жарайды. Ұтып қалғанның себебі қақпасында Дехея болды. Мен қанша рет соққы жасадым, бірақ қақпаға бір ғана гол кірді. Жарайды, достар, мен осымен видеомды аяқтаймын.
финалда мен тағы да видео түсіретін боламын. Оған дейін күтіңіздер. Сау